Hau özümді sanap otsam ey topta dönen, kozu деп қорлағанша мақта дерем. Өрісінен адасқан жан болсақ та, ел ішінде жүрміз ғой ноқта менен. Айтыста асан қайға атың шығып, жеттің ғой ақтаңгерлік атқа деген. Мен емес сіз адасып жүрген дейсіз, сондықтан Айбек аға тоқта дерем. Түркиядан шықпайтын болып апсыз, топ адамға арнабай топта бөлең. Білуімше білім ап жүр екенсіз, ол білім біздің елде жоқ па дерем. Әр ай сайын айтысқа баратындай, ол жақта жан күйерің көп па дерем. Көп адам көшіп жатыр Истанбулға, жағдайың жақсарат деп мінеқта деген. Анкараның төрінде алшаңдап жүр, ұсталған ұрыларда взятка менен. Айтпасыма қоймадың Айбек аға, әйтпесе бұл сөзіңді ұятпа дебем. Сізді ясан қайғыны тұңғыш көрдім, жер үйігін іздеген яқта мерем. Жанған күнді көрмей мінді көрдің, қалайша бұл сөзіңе сүрлігермін. Сырнайменге домбыра алам деген, арманыңнан аңғалдау сырды көрдім. Арпа сеуіп бидайдан өнім алмақ, ниетіңе әншейін бүргілермін. Мінеқта взятка деп ұйқастырған, өлеңіңнен бұзылған тілді көрдім. Суда жүрсең яқтаға мінесің ғой, теңізге түйе мінген кімді көрдің? Байқаймын бұл күйеудің беті жаман, жай сөйле қажет болса жекіп алам. Қазағымның айтысын насихаттап, керек болса Түркияға жетіп барам. Тәжірибе алмасып болашақпен, Түркиядан келді ғой оқып ағаң. Сонда не біздің жақта білім жоқ па, деп маған кінәңдартпа тоқыраған. Жансың ау Қытайдан да білім ал деп, айтқанын пайғамбардың тоқымаған. Айқап ағайын байқап тұрсам мына бала, конец властиді оқымаған. Мойзес Найым туралы дым білмейді, Акуно Авертонды шоқымаған. Айдәурен тай айтысып мына жерде, сені мен енді қалай отыра аламын?